Сонымен біз бастаймыз. Сіздердің қошеметтеріңізбен, қымбатты достар, Қазылар алқасының мүшелерін сахнаға шақырамыз. Қазылар алқасының төрағасы, композитор, аспапшы, ерен еңбегі үшін мәдениет саласының үздігі, Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларының иегері Бауыржан Ақтаев. Қазылар алқасының мүшесі, ерен еңбегі үшін мәдениет саласының үздігі, Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларының иегері Талғат Молдығалиев. Республикалық конкурстардың лауреаты, Ақжелен ансамблінің жетекшісі Ыбырай Ешанов. Құрметті Сәуле Экран қызы, сізге алғысымызды айтамыз, көрермендер залына өтуіңізді сұраймыз. Ал біз Тобыл толқыны атты 3-ші ашық қалалық командалық байқау фестиваліне қатысушыларды марапаттау рәсімін бастаймыз. Міржақып Дулатұлының 140 жылдығы мен Республика күніне орай Абай Әмірханов, Назымбек Молдахметов, Қалибек Дерипсалдин атындағы 3-ші қалалық командалық ашық байқау фестиваліне қатысып, өнерді насихаттап, халықтың рухани дамуына зор үлес қосқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Қамысты ауданы. Наурызым ауданы. Федоров ауданы. Алтынсарин ауданы. Қарабалық ауданы. Амангелді ауданы. Сарыкөл ауданы. Денисов ауданы. Ал олай болса, құрметті көрермендер, қонақтар, ендеше біз жүлделі 3-ші орынды Қазылар алқасының мүшесі Ыбырай Ешанов мырзаға табыстаймыз. Тобыл толқыны Міржақып Дулатұлының 140 жылдығы мен Республика күніне орай Абай Әмірханов, Назымбек Молдахметов, Қалибек Дерипсалдин атындағы 3-ші қалалық командалық ашық байқау фестивалінде 3-ші жүлделі орындалған үшін Рудный қаласын құттықтаймыз. Жүлде қоры 150 мың теңге. Жүлделі 2-ші орында дәл осындай мәтінмен Тобыл қаласы. $350 мың теңге. 1-ші орын дәл осындай марапатпен Арқалық қаласы. 500 мың теңге. Қошеметтеріңіз. Тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Ақтаев мырза, сізге сөз кезегін береміз. Құрметті қостанайлықтар, бүгінгі республика күнімен тұспа-тұс келіп жатқан мәдениетімізді айшықтайтын керемет бір конкурс. Бұл жай ғана бір қалалық деңгейдегі немесе бір облыстық деңгейдегі емес. Бұл біздің ұлтымыз үшін ерекше орны бар конкурс деп білем өз басым.
енді кез келген елдің, ел деп танылған елдің өзінің бір шекарасы болады. Ол шекараның қызметі қандай десе, ол шекараның қызметі осындай құндылықтарды сақтау. Ол қандай құндылық дейтін болсақ, ол бірінші ұлттың тілі. Екінші қандай құндылық десек, осындай мәдениеті. Содан кейін өзінің дәстүрі. Бұндай құндылық болмаса, жаңағы шекараның ешқандай керегі болмайды екен. Сондықтан шекараның негізгі қызметі мына осындай құндылықтарды сақтау. Сондықтан тіліміз аман болсын, жеріміз аман болсын, еліміз аман болсын, осындай дәстүріміз аман болсын. Бізде енді басқа ұлттан ерекшелеп тұратын осындай қасиеттер ғой. Көршілес қырғыз халқы болсын, өзбек халқы болсын, осылардан ерекшелеп тұратын осындай өзіміздің мәдениетіміз, осындай. Сондықтан бүгінгі мереке құтты болсын. Алдағы уақытта бұл үлкен жалғасын таба берсін. Осы конкурс ұйымдастырып жатқан қалалық мәдениет бөліміне және де осы керемет ғимаратқа өз атымнан және көрермендер атынан алғысымды білдіремін. Рахмет. Қошеметтеріңіз. Келесі құттықтау сөз. Композитор Қалибек Дербісалдиннің ұлы, запастағы полиция подполковнигі Дербісалдин Ербол Қалибекұлына беріледі. Құрмет, қошеметтеріңіз. Біріншіден, ассалаумағалейкум, Тобыл Торғай өңірінің азаматтары, азаматшалары, құрметті қонақтар. Мынау ең бірінші сіздерді республика күнімен құттықтағым келеді. Одан кейін міне бүгін өзіміздің қаламызда үлкен конкурс өтіп, міне қорытындысы жаңа ғана айтылды. Енді осы конкурстың атауына өте үлкен мән берілген, яғни өзіміздің Абай ағамыз өте жақсы білесіздер. Одан кейін Назымбек ағамыз күйші. Одан кейінгі міне әкем Қалибек Дербісалдин атындағы міне конкурс деп аталғанда біздің отбасымыз үшін үлкен мәртебе. Сол себептен ең бірінші мынау ұйымдастырушыларға алғысымды айтқым келеді. Яғни бұл үшінші мәрте өткізіліп жатыр. Сол себептен бұл конкурстың ғұмыры ұзақ болсын деген біздің тілегіміз бар. Одан кейін осы және өзіміздің қазақтың ұлттық әні болсын, күйі болсын, соны насихаттап жүрген бізге мынау өнер иелеріне өте құрметімді, рахметімді, алғысымды білдіргім келеді. Енді жаңа биыл енді командалық сайыс болып жатыр ғой. Былтыр енді бұның форматы басқаша болған еді. Әкем Қалибек Дербісалдин атындағы номинация бойынша мен сол ойлағам әкемнің әнін айтқан бір жеңімпазға өзім әкемнің Қалибек Дербісалдин Тобыл Торғай әуендері және әндер бар дискісін сыйлағым келіп отыр. Соны енді қол шапалақтап қойыңыздар. Мынау енді айтып кетейін. Әкемнің қандай әнін айттыңыз? Сарадырым. Сарадырым деген әнін орындаған екен. Бауырым міне әкемнің өзінің жинағы және компакт дискісін саған сыйға тартам. Сол рахмет, Алла разы болсын. Тек қана дисктерден көріне бер. Барлықтарыңызға осы күйімізді, әнімізді насихаттап жүрген барлық өнерпаздарға, мәдениет бөлімінің басшысына, осы Мирас мәдениет бөлімінің басшысына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет. Ал ендеше біз кезекті концерттік бағдарламаға береміз.